Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы жарық көрген Спарган ураган деп аталатын фильмді айтып беремін. Фильмнің негізгі желісі Гонконгтағы жергілікті бір ресторанда орын алады. Ресторанның талантты аспазы Скайко ұлттық тағамдарды жасайды. Аспаздық бағдарламаның жүргізушісі 30 жылдық тарих бар ресторан және оның аспазшысы туралы сұхбат жүргізуде. Скай ұлттық арнаның бағдарламасында өз талантын көрсетуде. Әйтсе де бүкіл Гонконг жігітті ең үздік аспаз ретінде танитын. Скай тамақтың дәмділігіне және уақытында дайындалуына қатты мән береді. Ресторанның танымал болуының себептерінің бірі де осы. Күніге ресторанның алдында мыңдаған адамдар кезекке тұрады. Осы күні бір адам кезекке қарамастан ішке кіріп кетеді және де өзінің ақшасымен мақтана бастайды. Бұл Скайға ұнамай қалады және де адамға қызмет көрсетуден бас тартады. Ашуланып кеткен адам өзінің бастығының әлемге танымал аспазды шақырып, оларға қарама-қарсы жерден үлкен ресторан ашатынын айтады. Скай бұл сөздердің барлығын жай ғана мақтаншақтық деп қабылдайды. Бұл уақытта Францияда патша мен патшайым сәбилерінің дүниеге келуіне байланысты кеш ұйымдастырады және де қонақтарға тамақ жасау үшін әлемге танымал бас аспазды шақырады. Бұл кореялық жігіт Пол Францияда білім алған әлемге танымал бас аспаздардың бірі еді. Полдың әдісі ерекше еді. Ол бір ғана асханамен шектеліп қалмай, әлемдегі барлық асханадағы тамақтарды араластырып жаңа түрлер жасағанды жақсы көреді. Пол патша мен патшайымға арнап арнайы қызыл жұмыртқа пісіреді. Бірақ бұл жай ғана қызыл жұмыртқа емес, ішінде манго пюресі және кокос қосылған болатын. Осылайша Пол дәстүрді де ұмытпай, сәби туылының құрметіне қызыл жұмыртқаны ерекше етіп дайындайды. Тамақтың дәмділігі және мағыналығы патша отбасының ризашылығына ие болады. Жұмыстарын сәтті аяқтаған Пол және оның көмекшісі өздері қазір жұмыс жасап жатқан ресторанға оралады. Ресторанның бастығы және жұмыскерлері оларды қошеметпен қарсы алады. Ресторан бастығы Полдың қызметін және айлығын көтеретінін айтады. Бірақ бұл ұсынысты кері қайтарып, қытайлық бір бизнесменнің жаңа ресторан ашып, өзін жұмысқа шақырғанын айтады. Гонконгта клиенттері Скайға жаңа ресторан ашылайын деп жатқанын хабарлайды. Бұл Скайдың көңіл күйін кішкене түсіріп жібереді, өйткені жаңа ресторан ашылса бәсекелестік көбейіп, клиенттер азаюы мүмкін еді. Скай 10 жаста болған кезде әкесі оның аспаздық таланты жоқ болғандығы үшін ұрып соғушы еді. Осылайша ол баласы жай ғана лапшаны да дайындай алмайды деген себеппен баласын тастап аспаздық карьерасын таңдап кетеді. Осыдан кейін Скайды қазір өзі жұмыс жасап жүрген ресторанның бастығы тәрбиелейді. Ол Скайға өзінің барлық білгенін үйретіп, тамақ жасау шеберіне айналдырады. Келесі күні Гонконгқа келген Пол базарға шығып балық іздейді. Мұндай балық бір ғана сатушыда болады және де сатушы бұл балықты Скай жақсы дайындайтынын біліп, Скайға сатпақшы болады. Бірақ Пол қарсылық танытып, клиенттерді айыруға болмайтынын айтады. Осыдан кейін сатушы екеуіне балықты теңдей бөліп береді. Бірнеше аптадан кейін Скайдың ресторанына қарама-қарсы бетте 3 жұлдызды Стелла рестораны ашылады. Ресторанның алғашқы клиенттері болып ресторан бастықтары келеді. Осы уақытта қарама-қарсы ресторанның адамдары шығып, осы аптада болатын түрлі скидкалар туралы жариялайды. Оларға Стелла ресторанның адамдары кедергі жасауға тырысады. Адамдардың арасында кішігірім жанжал шығады. Бұл Пол және оның қонақтарының назарын аударады. Жанжал ушығып кеткендіктен Скайдың көмекшісі кім жақсы екенін анықтау үшін жарысуды ұсынады. Пол мен Скай бұл ұсынысты қабыл алады. Олар балықты тазалап кесуден жарысады. Бірінші қадамды Пол жасап, балықтың ішіндегі сүйектерін алады. Скай балықты алып 1 минуттан аз уақыт ішінде теңдей бөліктерге бөледі. Барлығы қошеметтейді, тіпті Полдың өзі таң қалады. Осы жерде болған басқарма төрағасы жеңімпазды халықаралық конкурста анықтауды ұсынады. Екеуі де ұсынысты қабыл алады. Сонымен қатар төреға жақын арада осы аудандағы үйлерді бұзып, жаңа құрылыс орындарын орнату ойы бар екенін айтады. Егер конкурсты Скай жеңіп шығатын болса, адам өз ойынан бас тартады, ал егер Пол жеңіп шығатын болса, ол өз ойын жүзеге асырады. Мұны естіген Скайдың жауапкершілігі арта түседі, өйткені
өйткені оның қолында бүкіл ауданның тағдыры бар еді. Жаңа ресторан ашылған соң бірнеше күннен кейін Скайдың ресторанының клиенттері азая түседі. Көмекшісі ресторанды жабуға тура келеді деп уайымдауда. Бірақ Скай әрбір адам әртүрлі тамақты жақсы көреді. Сол үшін де өздерінің тамақтарын жақсы көретін клиенттері азаймайды дейді. Ертеңіне таңда базарға барған Скай барлық жақсы балықтарды жаңадан ашылған ресторан сатып алғанын естіп көңіл күйі түсіп кетеді. Теледидарда Скайдың өте атақты жарысқа қатысатынын хабарлайды. Сонымен қатар конкурста финалға шыққан адамның өте танымал аспаз Монти Гомен шайқасуға тура келетінін хабарлайды. Әкесінің танымал аспаз болғанын көрген жігіт таң қалады. Енді жігіттің финалға шығып жарысты ұтып шығуға деген ынтасы арта түседі. Сол күні басқа елде болған Скайды тәрбиелеген көкесі қайтып оралады. Ол Скайды кездесу үшін бір жерге шақырады. Көкесін біраз уақыттан бері көрмеген Скай ол жерге жүгіріп келеді. Бірақ күтпеген жағдай орын алып ол көкесімен бірге жүрген әкесін де көреді. Маунтин әлі де өзінің ұлына сенбейтінін және де өзінің карьерасы үшін ұлын тастап кеткеніне өкінбейтінін айтады. Бұл Скай үшін ең ауыр сөздер еді, бірақ ол өзінің мұңайғанын білдірмейді. Сонымен қатар Скай конкурстан жеңіп, ең бастысы жақсы аспаз емес, жақсы адам болу керек екенін дәлелдейтінін айтады. Аспаздық байқаудың күні келіп жетеді. Қатысушыларға өздерінің таңдаған тамақтарын дайындау үшін 90 минут уақыт беріледі. Скай дәстүрлік тауық тағамын дайындауға кірісіп кетеді. Ал Пол болса Притус Пуа Грей деген тамақты таңдайды. Барлығы 90 минут. Мұндай тәжірибесі бар аспаздар үшін жақсы уақыт екенін айтуда. Скай тауықты ішінен кесіп, сыртынан еш қиындықсыз ажыратып алады. Мұны көрген аудиториядағылар таң қалады. Соңында ол тауықтың сыртына сорпаны құйып, ішіне көкөністерді орналастырады. Төрешілер тамақтың дәмін көруде. Оларға көбірек Скайдың тамағы ұнағанға ұқсайды. Бағалау уақыты келеді. Пол 3-9 және 1-10 алып, жалпы көлемде 37 балл жинайды. Ал Скайға алғашқы 2 жюри 10-10 балдан қояды. Одан кейінгі 9, бірақ соңғы жюри 8 балл қояды. Екі аспаздың балдары бірдей болып қалғандықтан соңғы шешімді бас төреші қабылдайды. Жарысты Пол жеңіп шығады, өйткені ол тағамды әдемі түрде ұсынады. Жеңістерін тойлап жатқан кезде Полдың бастығы оның орнына көмекшісі Мэйді жарыстың финалына қатыстыратын ойы бар екенін айтады. Пол өзінің бас аспаздық дәрежесін сақтап қалуға тырысып жатқан кезде Мэй оның кейбір дәмдерді, нақтырақ айтқанда тұздың дәмін сезбейтінін айтады. Сол үшін де Пол соңғы бірнеше ай ішінде өзінің жасаған тамақтарының рецептін бір дәптерге жазып жүреді. Мұны айту барысында қыз Полға ешқашан оны жақсы көрмегенін, жай ғана аспаздықта оны жеңіп шыққысы келетінін айтады. Сатқындықтан көңілі қалған Пол арқасына қарамастан рестораннан шығып кетеді. Сол күні түнде Скай стадионда масайып қалған Полды көреді. Біраз уақытқа олар өздерінің қарсылас екендерін ұмытып, өткен өмірлері жайлы сөйлеседі. Пол әкесінің өте үлкен аспаз болғанын және қайтыс болар алдында ұлының өзіне ұқсағанын қалайтынын айтқанын айтады. Сол сияқты Скай да өзінің әкесімен қарым-қатынасын айтып береді. Әңгімелесіп болған соң олар бір-бірін құрметтей бастайды. Пол өзінің жарыстан бас тартпайтынын, егер ресторанның атынан шыға алмаса жеке аспаз ретінде шығатынын айтады. Сонымен қатар ол жартылай финалда Скайға өзімен бірге қатысуын ұсынады. Бұл уақытта Полдың бастығы Скайдың ресторанына келіп, ол жерді сатып алуға ұсыныс жасайды. Осы кезде Пол мен Скай кіріп келіп, өздерінің бірігіп жарысқа қатысатынын хабарлайды. Сонымен қатар Пол бастығына ол жарысты жеңіп шыққандықтан қатысуға құқығы бар екенін айтады. Алдағы бірнеше апта ішінде Пол мен Скай бірге жұмыс жасап дайындалады. Олар бір-біріне өздерінің өнерлерін үйретеді. Аспаздық бағдарламаның жартылай финалы Макао қаласындағы бір казинода өтеді. Пол мен Скай өздері сияқты өте тәжірибелі 4 аспазбен жарысады. Сонымен қатар жарысқа қандай да бір жолмен Полдың көмекшісі де қатысуда. Ол өте мұқият дайындап, өзінің Полдан жақсы екенін көрсеткісі келеді. Төрешілерге қыздың тамағы ұнайды, бірақ олар бұл тамақта ешқандай ерекшеліксіз деп санайды. Пол мен Скай дәстүрлі тамақ мапа тофуды дайындайды. Скайдың дәм сезу қабілеті, Полдың аспаздық тәжірибесі арқасында олар дәстүрлі тағамды қазіргі заманауи стильмен дайындайды. Ақыр соңында олар жарыстың жартылай финалын жеңіп шығып, финалға жолдама алады. Финалдық жарысқа аспаздардың тек қана біреуі қатыса алады. Пол өзінің дәм сезу қабілеті жоқ болғандықтан финалға қатыса алмайтынын айтады. Сонымен қатар ол Скайдың әкесін жеңуге деген ынтасын түсінеді. Сол үшін де оны финалға қатысуға ұсынады. Келесі күні финалда Скай әкесін
әкесімен бетпе-бет келеді. Олар 1 сағат ішінде өздерінің қалаған тамақтарын дайындап шығулары керек. Әкесімен ұлы бір-бірімен сөйлеспейді. Маунтин бірден тамақ жасауға кірісіп кетеді, бірақ Скай ойланып тұрады. Скай әкесі тастап кеткен соң бұл аудандағы адамдардың өзіне туғандай болып кеткенін есіне түсіреді. Ол қатты ойланып кетеді. Ол өзіне келуі үшін әкесі ұлының бетіне су шашып жібереді. Скай өзіне келіп бірден тамақ дайындауды бастап кетеді. Маунтин қант арқылы гүлдер жасап өте әдемі тағам түрін ұсынады. Оған қарағанда Скайдың тамағы өте қарапайым еді. Ол лапша дайындайды. Бірақ бұл лапшаның өз тарихы бар. Бұл лапшаны әкесі ұлын тастап кетпестен алдын дайындаған болатын. Төрешілерге Маунтидің дайындаған тағамы өте қатты ұнайды. Бірақ Скай өзінің жасаған тағамын оларға ұсынбай әкесіне ұсынады. Маунтин лапшаның дәмін татып көріп рахаттанады. Енді ода ұлының талантын мойындаудан басқа жол жоқ еді. Төрешілер Скайдың тағамының дәмін татпағандықтан жарыстың жеңімпазы белгісіз болады. Соңғы сахнада барлық аудандағылар Қытайдағы жаңа жылды тойлау үшін бір отбасы сияқты ресторан алдында жиналады. Олар Скай мен Полдың бірге дайындаған тағамдарының дәмін татуда. Құрметті достар, бізде бүгінге осымен тәмам. Егер фильм ұнаған болса, ол туралы ойларыңызды төмендегі комментарийда күтемін. Жаңа әрі қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін бізге қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.